Саламатсыздар ма достар? Қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге Instagram парақшасынан тегін жарнама жасаудың жолын үйретем. Және де сіздер оны күнделікті қолданып жүрсіздер. Сіздер оны білесіздер де. Жалпы Instagram парақшасына тегін реклама жасау үшін өзіңіздің страничкаңызды реттеп алғаныңыз дұрыс. То есть Instagram парақшасына міндетті түрде өзіңіздің атыңыз бен фамилияңыз жазылсын. Кейбір адамдар бар, только компанияның атын жазады, әлде продуктыны ғана жазады. То есть логинді солай создавать етеді. То есть менің есімім Акимов Дархан, жұрттың бәрі біледі. Менің BP компаниясында істейтінімді және осы компания туралы ақпаратты реклама жасайтынды олар көріп отырады. Аваға өзіңіздің суретіңізді қойыңыз міндетті түрде. Компания туралы толыққанды ақпарат жазыңыз, өзіңіздің WhatsApp номеріңізді жазыңыз, скайпыңызды жазыңыз. Одностраничный сайтыңыз болса міндетті түрде жазыңыз. Егер регистрационный партнерский ссылкаңыз болса, оны добавить етіп қойыңыз. Компания туралы толыққанды ақпаратты күніне 3 рет, таңертең, түсте, кешке жіберіп тұрыңыз. Салып тұрыңыз Instagram парақшаңызға. Позвонить, электронный почта деген кнопкаларыңызды добавить етіп қойыңыз. Енді қараңыз. Сіз тегін жарнама жасаған кезде осындай новостной лентадан сіз қазір достарыңыздың салған фотоларын көріп отырсыз. Тура сол секілді сізде новостной лентадан сіздің салған рекламаңызды көріп отырады, дәл осылай новостной лентадан. Сосын тағы не етейін деп едім. Өзіңіздің жеке парақшаңызды көрдіңіз, және де өз фотоңызға лайк басқан адаммен міндетті түрде сөзге тартыңыз. Ол адамға переписка жасаңыз. То есть мен мына фотома лайк басқан Микамир деген. Мен ол кісінің директісіне жаздым. Не үшін жазамын? Өйткені мен ол кісі мен фотома лайк басты, мен ол кісіге міндетті түрде жаздым. Қараңыздар, мен жазғаным. Саламатсыз ба, қалыңыз қалай, қай қаладан боласыз? Сізге менің Instagram парақшам ұнапты. Сізге 8 туралы ақпарат керек болса, айтыңыз, түсіндірем дедім. Ол қыз сразу жазды. Саламатсыз ба, Шымкенттен боламын, сіз қай қаладан, түсіндірсеңіз дейді. Негіз Алматы, қазір Астана қаласындамын, түсіндіре беріңіз деп, ол қыз бала уже интереспен маған жазып тұр. Көрдіңіздер ме? Сол себептен де Instagram парақшасы жақсы жұмыс жасайды, достар. Енді қараңыздар. Бұл өзіңіздің қалаған фотоңызды реклама жасау үшін мына плюс деген кнопканы басыңыздар. Сол кезде телефоныңыздағы қалаған фотоңызды таңдайсыз, және сол фотоны реклама жасаңыз. Мысалы, мен мына фотоны, компания туралы мына фотоны мен реклама жасадым. Астыға міндетті түрде текстін жазыңыздар, достар. Компания туралы, или бұл кісінің отзывы туралы. Мына кісінің өзінің отзывы, добрый день. То есть Динара деген кісінің өзінің фотосы, сол кісінің отзывын міндетті түрде жазыңыздар. Сол кезде фотоға лайк басады, және сізден сұрайды. Міне тағы да бір адам комментарий лайк басып жатыр. Көрдіңіздер ме? Instagram парақшасы жақсы жұмыс жасайды, достар. Сол себептен де күнделікті. То есть бұл өмірде успешный адамдар постоянство деген бар. Бір нәрсені қайта-қайта жасай бергендіктен ол адамдар жетістікке жетеді. Сондықтан Instagram парақшасын күнделікті 3 рет реклама жасап тұруды, Facebook парақшасына күнделікті 3 рет реклама жасап тұруды, және YouTube каналыңызға күніне 3 рет видеоролик добавить етіп тұруды үйреніңіздер. Әсіресе сетевой маркетингпен айналысатын қыз жігіттерге бұл ең керекті басты құралдың бірі. Сіздерге бар айтарым осыны міндетті түрде үзбей қолданыңыз.